Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуірде тарихқа келді. Ол ғарышқа бірінші болып жерді айналдырған алғашқы адам болды. Ол ғарышқа ешқашан шықпаса да, оның жетістігі ғарыштық жарыстың ең маңызды оқиғаларының бірі болды. Нәтижесінде адамдар айға қонды. Юрий Гагарин алғашқы кеңестік ғарышкер болуға 300 000 үміткердің бірі болды. Талапкердің осы үлкен пулінің ішінен 1960 жылы Кеңес одағының алғашқы ғарышкерлері болып таңдалды. Гагарин 20-ның бірі болды. Таңдалған ғарышкер тыңдаушыларға қажет физикалық және психологиялық тегістелу кезіндегі Гагарин сабақтарда тыныштық пен әзіл сезімін сақтай отырып, жақсы сынақтардан өтті. Кейінірек Гагарин ғарыштағы алғаш адам болып сайланады. Өйткені бұл дағдылардың арасында бұл сонымен бірге оның бойының қысқа болғанына көмектесті. Восток 1. Гагарин ғарышқа алғашқы ұшуды жасай алмаған жағдайда космонавт машықтанушы Герман Мон Титов резервтік болып таңдалды. 1961 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин бортқа отырды. Восток 1 Байқоңыр ғарыш айлағында. Ол миссияға толық дайындалған болса да, оның сәтті немесе сәтсіз болатынын ешкім білмеді. Гагарин ғарыштағы ең алғашқы адам болатын. Ол бұрын ешкім бұрын жүрмеген жер. Радостное весеннее утро. Большая светлая комната. Письменный стол, за которым сидит Юрий Алексеевич. Он впервые после полета встречается с журналистами. Разговор идет к концу. Каковы ваши планы на будущее? Полетели бы вы еще раз? Мои планы на будущее такие. Я хочу посвятить свою жизнь, свою работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под ее облаками, увидеть Марс и самому убедиться в том, есть ли на нем каналы. Он был первым. Юрий Алексеевич Гагарин, символ эпохи. К этому не надо ничего добавлять. Первым шагнул он в космос. Его подвиг будут вспоминать и через столетия, и в безмерных далях космоса, которых достигнут идущие за ним. Ни время, ни пространство не могут ни стереть, ни умалить его дела. Он был честью и гордостью нашего века. Он навсегда останется честью и гордостью человечества.